Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, келіп отырған Рамазан айы баршамызға құтты болсын. Меже арнасы осы 30 күн оразаның әрбір күнін бір сахабаға арнамақшы. Бүгін біздің осы бастамамызда ең бірінші айтылатын сахаби, өміріне тоқталатын сахабамыз бұл Абу Михжан ас-Сақафи деген кісі. Бұл сахабиді көп ешкім біле бермейді, негізі өте аз айтылатын сахабилерден. Неге десеңіз, бұл кісі пайғамбарымыздың жанында бір-ақ жыл болған, және де Мекке фатх етілгеннен кейін барып мұсылман болған, және де бұл меккелік сахабалардан емес, өзі таифтық сахабалардан болған. Сол үшін бұл кісіні білетіндер бар, білмейтіндер өте көп. Сол үшін бірінші сабағымызды осы кісіге арнағымыз келіп отыр. Бірінші бұл кісіге қысқаша тоқталып кетейік. Яғни бұл кісі жаңа айтқанымыздай өте кеш ислам қабылдағандардан болса да, бірақ бұл кісінің өмірінен алатын бізге көптеген үлгі өнегелер бар. Көптеген. Мысалға бұл кісінің өмірінен біз адамның адами сипаттарын көре аламыз, және де адамның әлсіздігінің қалай түзелу керек екенін көре аламыз, және де адамның бойындағы бар қабілеттерді қалай игеру керек екенін көре аламыз, және де жауапкершіліктің маңыздылығын түсіне аламыз, және де ұстаздың даналығы. Осы 5 нәрсеге тоқтауға болады. Енді бірінші адами сипатқа байланысты көрейік. Біз мысалы адами сипаттар деп айтамыз мысалға. Бірақ сахабаларға келген кезде адами сипатты ұмытып кетеміз да. Сахабаларға келген кезде бір періште сияқты көргіміз келеді оларды. Яғни діннің тірегі солар, ең бірінші пайғамбарымыз жанында болған солар. Сахабилерге біреу бірдеңе айтса шаң жуытпаймыз мысалы, ол әрине жақсы да, бірақ кей кезде сахабилердің адам екенін ұмытып кетеміз. Солар да бір адам. Алла тағала оларды әрине пайғамбарымыз жанында қойған, пайғамбарымыздың көзін көрген, сұхбатында болған адамның дәрежесі әрине жоғары, алайда оларда бір қатардан бір адам болған, негізінде олардың да қателіктері болған. Ал біз оларды негізі адам баласының табиғатында бар, жақсы көрген адамына мәртебе беріп, оған шаң жуыттырмайды. Пәлен бір ұстаз бар екен, пәлен бір имам бар екен десе, одан бір қателік туса, жоқ, қателік болуы мүмкін емес. Ол істесе бір хайры бар шығар, әрине жақсы ойлаған дұрыс, бірақ бәрібір біз адамның адам екенін қабылдай білуіміз керек. Бізге Абу Михжан ас-Сақафидің өмірі соны үйретеді. Ал біздің оның артындағы мақсатымыз қандай? Яғни періштелерді, сахабаларды періштелердің қатарына шығарып қоямыз да, яғни оларға жете алмау үшін да, бірдеңе болса олар сахабалар ғой, біз енді сахабалардың жаңа қайдамыз деген сияқты сылтау үшін істеген болуымыз мүмкін. Негізі жоқ. Оларда бір адам, пайғамбарымыздың өзі адамнан жіберілген, жаңа олардың жаңа сахабалары ешқандай маусым емес, бұлардан да кей кезде қателіктер туып отыратын болған. Бұл кісінің, яғни басында қайда бұл Таифта дүниеге келген кісі, Таифта дүниеге келеді, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бұл өшпенділігі бастан пайғамбарымыз ең бірінші дінін жариялай бастағанда бұл кісі өшпенді болған. Ол кісіге өшпенділігі содан бастап 21 жыл бойы өшпенділігі артып келген. Жаңағындай, бірақ бұл кісі өзінің қауымында өте беделді адам болған. Жаңағындай несі бар, ақын болған. Сонымен пайғамбарымызға арнап әртүрлі оған қарсы өлеңдер жазатын болған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хунайн соғысы болады. Енді мен біраз нені секіріп кетемін, өйткені бұл кісіге қатысты жерлерін ғана айтамыз ғой. Мекке фатх етіледі. Мекке фатх етілген кезде, фатх етілді деген сөз, Мекке ашылады, Меккенің адамдары мұсылман бола бастайды. Сол кезде Хунайн соғысына барады. Хунайн соғысынан қашқан адамдар осы Таифқа келіп тығылады. Сол кезде пайғамбарымыз Таифқа да келеді. Біз бұл жерде бірден айта кетейік, қысқаша соғыс туралы, исламдағы соғыстар қалай болған, қысқаша негізінде дінде зорлық жоқ. Пайғамбарымыз соғысты деген кезде бұл жерде тура мағынадағы соғыс емес ол. Пайғамбарымызға дінді жариялау бұйырған, және де пайғамбарымыз қандай да бір жерге барған кезде ол елдің адамдарының әр қайсысы ислам туралы естуге құқықтары бар. Ал олардың жолын тосып қалған адаммен соғысуға бұйырылған. Мысалға, сізге бірдеңе айтуымыз керек біз, бірақ жолдан бір адам оны тоса алмайды да. Яғни ислам жету керек, ол қабылдаса қабылдасын, қабылдамаса қабылдамайды, ода тұрған ешқандай мәселе жоқ. Бірақ ол адам есту керек.
және ол адаммен жаңағы исламның ортасын ешкім бөгей алмайды. Бөгеген адам соғысуға лайық болған. Сөйтіп Хунайн соғыста солай болады. Хунайннан кейін жаңағы неге барады? Таифқа барады. Таифқа барған кезде жаңағы қорғанның үстіне шығып, кім жаңағы Абу Михжан ас-Сақафи әртүрлі өлең жолдарын оқи бастайды. Мұсылмандарды жаңағыдай өздерінің адамдарын сүйіндіретін және мұсылмандарды күйіндіретін бір сондай өлеңдер оқи бастайды. Одан кейін былай сөз айтады: ей мұсылмандар, ей Мұхаммедтің құлдары дейді, сендер осы уақытқа дейін соғыс білмейтін адамдармен соғысып келгенсіңдер дейді. Сендер шынайы жауынгерді көрген жоқсыңдар, олар таифтықтар дейді. Біз сендердің әлі жазаларыңды береміз деген кезде оған бір дауыс шығады ортадан: ей жаңағы Абу Михжан дейді, біз дейді сендердің қорғандарыңды қоршап аламыз дейді. Сендер қазір індеріңе тығылып жата беріңдер. Әйтеуір бір күн шығасыңдар, сол кезде сендердің жұмыстарың біздің қылышымызбен болады дейді. Яғни бұл дауыс кімдікі етін? Бұл дауыс Омар ибн Хаттабтікі. Бұл қоршау негізінде 15 күн болады. Кейбір риуаяттарда 40 күн болды деп айтады. 15 күн деп алғанның өзінде Омар сондай сөзді 15-ші күн айтады: біз әлі сендердің сазайындарын таттырамыз деген кезде артынан Абу Бәкір келіп айтады: Омар дейді, қайтатын болдық дейді. Алла тағаладан пәрмен келген жоқ, Таифта ашуға әлі рұқсат келген жоқ деген кезде оған таңырқаған Омар радиаллаху анхудың қолынан қылышы түсіп кетеді жерге. Қалай дейді, біз келдік міне 15 күн, бұлар 15 күннің ішінде біздің садақ атып болсын қаншама адамдарымызды өлтірді, енді қайтып кете саламыз ба осылай дейді. Аз қалды ғой деген кезде, жоқ аз қалсын мейлі, Алла тағала әмір етті ма, ода бір не бар, хикмет бар дейді. Сол үшін пайғамбарымыз айтты, қайтамыз дейді. Сонымен барлық сахабилер қайтады. Бірақ бір сахаби келіп пайғамбарымыздан, енді адам ғой, енді кемшілік иесі болады, адам болғаннан кейін айтқанымыздай пайғамбарымызға айтады: я Алланың елшісі дейді, біздің осы айналдырған 15 күннің ішінде қаншама адамдарымыз шахид болды. Сіз дейді бір дұға етсеңіз, сол дұғаның арқылы бет дұға жасаңыз дейді. Бет дұға дейміз, жаңа теріс дұға дейміз ғой. Теріс бәтеңізді беріңіз, бұл елге бір азап келсін дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жарайды деп қолын жайып, бірақ бет дұға жасамайды. Ей Алла тағалам дейді, бұл Таифтың күнәларын кешіре гөр дейді. Оларды исламмен қауыштыр, исламды олармен қауыштыр деп дұға жасайды. Сонымен әскерлер қайтады, сахабилер бір жылдың ішінде, яғни уже 22-ші жыл, хижреттің 22-ші жылдары Таифтың адамдары барлығы топ-тобымен келіп ислам қабылдайды. Ол топтың ішінде жаңағы біздің қаһарманымыз Абу Михжан ас-Сақафи де бар. Алайда ол кісі ислам қабылдау үшін келген жоқ. Ол кісі мешіттің ішіне кіреді, басында оны сахабилер жібермейді. Пайғамбарымыз айтады: кірсін сөйлесеміз дейді. Кірген кезде ол негізі пана тілеу үшін келген екен. Мен айтады: мен әлі исламды қабылдаған жоқпын, мен Таифта өмір сүремін дейді, бірақ маған тиіспей қойыңыздар. Сен тимесең мен тименің халінде жүремін, мен сіздерге тиіспеймін, бірақ өзім мүшрик күйінде жүре берейін деп рұқсат сұрайды. Бірақ пайғамбарымыз соны айтады: жақсы, сіз бізге келіп тұр екенсіз, қонақ болыңыз деп оны 15 күндей қонақ қылады. Сол кезде Муғира ибн Шуба деген оның туысқандар бар, таифтықтардың, меккеліктердің ішінде. Сол кісіге пайғамбарымыздан рұқсат сұрайды: я Расулалла, ей Алланың елшісі, бұл мен туысқандарым еді, негізінде алыс жақынды бір туысқандығымыз бар. Сіз бұларды бізге берсеңіз, мен үйімде қонақ қылсам, мешітте қалмай қойсын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муғира айтады: я Муғира дейді, бұл кісі біздің мешітте қалсын, біздің оқыған құрандарымызды тыңдасын. Ақын кісі ғой, бұлардың тілдері жақсы, ал құран болса бүткіл арабтарды, яғни былайынша тіл жағынан келгенде барлық арабтарды таңғалдырған, таңырқатқан бір кітап болған. Мен деген жаңағыдай арабтар тілді жақсы білген, ол құранға келген кезде ешқандай сөз айтылмаған етін. Бұл да біздің құранымызды тыңдасын, мұсылманшылығымызды көрсін, бір-бірімізбен қарым-қатынасымызды көрсін, біздің құлшылықтарымызды көрсін. Сол кезде исламға деген көкірегіндегі мұзы еритін шығар дейді. Сөйтіп сондай мақсатпен оны алып қалады. Енді ары қарай Билалдың сөзіне, радиаллаху анху, Билалдың сөзіне құлақ асатын болсақ, ол кісі айтады: 15 күн бойы мен осы Абу Михжан ас-Сақафи мен жандағы 5 досына қызмет еттім дейді. Мені қызметші қылып қойды сол жерге, мен оларға күнде тамақ таситын дейді, айтқандарын істеп тұратын сол жерде. 15-ші күні ол кісілер өздерінің жаңағыдай исламын жариялады дейді, иманға келді дейді. Сол күннен бастап Абу Михжан ас-Сақафи
пайғамбарымыздың жанында болады. Ол жерде 1 жылдай өмір сүреді. Білеміз, 23 жыл ғана пайғамбарлық болған. Одан кейін пайғамбарымыз Мәдинаға барып аттанады о дүниеге. Енді бұл кісі Меккеде қалады. Алайда бұл кісінің жаңағыдай біз кемшілік демекші, екі кемшілік ортаға шығады. Абу Михжан ас-Сақафидің бізге тарих жеткізген екі кемшілігі бар. Біреуі, бұл кісі бастан кезінен өзі ішімдікті жақсы көреді екен. Енді жаңадан ислам қабылдаған, арақтың харам екенін біледі, сезінеді оны, бірақ та бір түрлі оны тастай алмайды. Адамның бір әлсіздігі ол нәрсе. Енді талай рет бұл кісіге дүре соғылады. Исламда білеміз, бұл исламда негізі 40 дүре соғылады ішкен адамға. Бірақ енді заман келіп оған өзгеру керек болатын болса, оны Омардың кезінде оны 80 дүреге дейін созып жіберген. Яғни Омар радиаллаху анху құқығы бар, өйткені пайғамбарымыз менің тура жолмен және жаңағы халифалардың жолымен жүріңдер дейді. Яғни оларда кей кезде шариғаттың кейбір Құранда қатып қалмаған бір қағидасы болмаса, өзгертуге құқықтары бар сахабилердің. Сөйтіп 80 дүреге соққызған кездер болған. Қысқасы, бұл кісі 6 рет па 7 рет жаңағыдай дүре алған екен өзіне, осы ішімдік үшін. Сөйтіп екінші бір кемшілігі, бір ансарлық сахабидің келіншегін ұнатып қалады екен, соған ғашық болып қалады екен. Және бұл ақын болған емес, сөз өлең жолдары да шығады, оны жаңағы біраз сахабилер естіген екен. Сонымен Омар естіген кезде оған ашуланып, бірақ ештеңе демейді, ренжітпейді, тек қана бұны жер аудармақшы болады. Яғни Саад ибн Аби Уаққас ол кезде жаңағы Ирак жерлерінде жүрген болатын, сол жақта сол жерге жібереді. Яғни ол кезеңде Қадисия соғысы жақындап келатқан, оған айтады: Омар, Саад дейді, мен саған осы Абу Михжанды жібердім, бұның бір екі кемшілігі бар, осындай, сен сонымен айналыс дейді. Яғни бұл жерде біз өзімізге көптеген не аламыз, сабақ аламыз. Қандай сабақ? Мысалға балаларымыз телефон қарайды, ол телефонды алып қойып, оны жылатуға болады. Енді ол бала болғаннан кейін ол түсінбейді, оны сұрайды. Бірақ негізгі дұрыс сұрақ нәрсе басқа нәрсемен алдандыру. Яғни оған дұрыс ойын көрсету, немесе бірге ойнау, немесе әртүрлі осындай қысқасы бос уақыт қалдырмау. Сол үшін дінде мынандай нәрсе бар: егерде адам хақпен айналыспайтын болса, шайтан онымен айналысады дейді. Иллам таштағил бил хақ шағалақал батил. Хақ нәрсемен айналыспасаң, қателеспеймін, имам Шафиидің сөзі, семен дұрыс емес нәрсе семен айналысады дейді. Сен айналысуың қажет емес, дұрыс емес нәрсе өзгеп сені тауып алады дейді. Сол үшін бұл жерде Омар радиаллаху анху бұл кісінің екі және кемшілігі бүйтіп өсіп кетуін күтпейді, тек қана жер аударады. Жер аударғаннан кейін ол жаңағы Саад ибн Аби Уаққастың жанына барады. Ол кісі өте қатал кісі болған, және де ол жаңағыдай соғыстың қарсаңында етін. Енді өз кезегінде Саад ибн Аби Уаққас оны неге жібереді? Соғыс алаңына Қадисияға қарай жібереді. Бірақ бұл кісі сол жерде жүріп те жаңа кемшілігіне ұрынады ғой, ұрттайтындай бірдеңе тауып алады, сол жақта да сөйтіп ұсталады Саад ибн Аби Уаққасқа. Енді Саад ибн Аби Уаққас бұл кісіні алады да: мен саған әлі жазаңды берем деп, бұл кісіні жаңа шынжырлап тастайды, соғысқа да қатыспайсың сен дейді. Яғни бұл жерде тағы бір бізде ала кететін сабақ бар бұл мәселеде. Яғни кейбір адамдар соғысқа қатыспас үшін солай қарсы болуы мүмкін, бірақ Саад не істеді? Сен соғысқа қатыспайсың деп. Негізі бұл жауынгер кісі болған. Оны Омар да біліп отыр радиаллаху анху, сол үшін жіберіп отыр. Яғни соғысқа қатыспай қалу ол кезде, яғни дін үшін, отан үшін күрес қой бұл жерде. Сол үшін бұған қатыспай қалу ол Аллаға ар болған, намыс болған, намысына бір нұқсан келетін болған. Сол үшін қалдырған. Демек, бізде мысалға қызымызға, яғни ыдыс жууды үйреткіміз келетін болса, яғни бір сый ретінде осыны істесең, саған сый ретінде мен ыдыс жууды саған рұқсат етемін деген сияқты сол нәрселерді бір сыйақы ретінде көрсете білетін болсақ, ол да бір жаңағыдай үлкен іс. Яғни соғысқа қатысу адам өмірі бұл жерде кетіп қалуы мүмкін, бірақ соның өзі оларға мәртебе болғанды, дін үшін, Алла үшін күресу деген. Сөйтіп бұған соғысқа қатыспайсың деп шынжырлап тастайды. Сонымен соғыс басталғалы тұр. Жаңа сасанидтерге барады, Иран елдеріне, Ирак елдеріне. Сөйтіп Омардан хат келеді Саадқа: ей Саад дейді, сен соғыс бастамай тұра тұр, оларға бірінші елші жібер дейді. Қан төгіспей бір ымыраға келуге шақыр дейді. Негізгі мақсатымызды түсіндіріп, біз дінді жүктеуге келген жоқпыз, әрбір адамға естіртуге келдік деген сияқты сөздермен жібереді. Алайда бірінші кездесу
нәтижесіз өтеді, олар келіспейді. Бірақ екінші кездесуде олардың патшалар жаңа әскербасы Рустам негізі түс көрген болатын. Ол түсінің енді ол жерде не көргенін білмедім, бірақ сол жердегі өздерінің діншілдеріне жортқан кезде мұсылмандар сіздерден артық түседі деген, күштері басым болады деген, бірақ сан жағынан 3 есе аз мұсылмандар, бірақ сіздерді жеңіп кетеді деген сияқты сөздерді айтқан болатын. Сол үшін олар шамалы шошуда болған, қорыққан болатын. Сол үшін екінші рет елшіні өздері сұратады. Сол кезде оларға біздің бір сахаби барады, қателеспесем, Рабия, аты кім деген, Рабия ибн Амр деген кісі. Рабия ибн Амр деген кісі сол жаққа барып, бұл кезде енді барған кезде бір қызық жағдай болады. Сасанидтер негізі жаңа шатырларын биік қылып тігіп бүткіл әдеміліктер сол жерге қояды. Яғни бір арабтар сияқты бір кедей халық келген кезде біздің байлығымызды көріп ақ бізге ештеңе айта алмай қалсын, сөздер таусылсын деген сияқты мақсатта қояды. Бірақ Рабия ибн Амр жерге кірген кезде олардың ешқайсысына қарамайды, еңсесі биік кіріп өзінің енді айта берген кезде қылышыңды ал дейді, қылышыңды бізге бер деген кезде ол кісі айтады, қылышымды бермеймін дейді, мен сіздер шақырып отырсыздар, өзім келгенде қылышымды беретін, бірақ сіздер шақырып отырсыздар деп ол жерге өзі еңсесін тік ұстап кіреді. Оған таң қалған жаңағы әскербасы кімсіңдер, не үшін келдіңдер деп тағы сұрайды. Біз дейді сіздерді адамдарға құл болудан сақтап Аллаға құл болуға шақырдық дейді. Сол сияқты біраз сөздерін исламның негізгі мақсаттарын түсіндіреді, бірақ сонда да нәтижесіз болады. Бірақ олардың қорқыныштары одан да арман асып кетеді. Сен кімсің дейді, сен әскербасысың ба деді. Жоқ, бізде әскербасы деген әскербасы мен әскер бір дейді, менің қатардағы бір әскермін деген кезде бұлар тағы да шоши түседі. Яғни әскерлер мынандай болса, әскербасы қандай болады, әскербасы қандай болатын болса, бұлар тәрбиелеген пайғамбар қандай деген сияқты ойда болады. Сонымен қысқасы соғыс басталады. Осы кезде жаңағы Абу Мехжанның бір ерлігі көрінеді. Бұл кісенде отырады, бұны байлап тастаған болатын. Сонымен 4 күн созылған соғыстың 4-ші күні мұсылмандар әлсірей бастайды, көмек шақыра бастайды айғайлап. Сол кезде Абу Мехжан ас-Сақафи кімге, Саад ибн Аби Уақастың әйеліне айғайлайды, мені бір жібер дейді, мен шыдай алмаймын, ұқсап, мен саған сөз берем дейді, мен қазір бет аузымды байлап алып шығам дейді, сөйтіп күйеуіңнің маған жылқысын бер, мен соғыстан енді ол жақ кетіп қалсам, шахид болып кетсем кеттім, бірақ аман қалсам бірінші өзімге өз-өзімді байлатам, ешкімге білдірмеймін дейді. Сөйтіп оны сол жаңа шартпен босатады. Бұл сондай бір екпінмен, сондай бір жаңағыдай рухпен шығады. Жаңағы бұны көрген адам, бетін байлап шыққан адамдар бір Меккеден, жаңағы Мәдинадан бір көмек келді деп ойлап қалады. Ал Саад ибн Аби Уаққас соғыстан кейін бұдан рухтанған сахабалар соғысты жеңеді, бірақ одан қайтып келген кезде келіншек айтады оған, Саадқа, жеңістеріңіз құтты болсын дейді, қалай болды деген кезде мен де өзім түсінбей қалдым, жеңіліп келе жатыр едік, бірақ періштелер келді ғой, Бәдір соғысындағы сияқты Алла Тағала періштелер жіберген сияқты, бір жауынгер келіп шапты дейді, арқасынан адамдарымды жүгірді дейді, жылқы мен жылқым танып тұрмын дейді, дауыс дейді Абу Мехжандікі дейді, егер оны байлап тастамағанда мен оны Абу Мехжан деп ойлайтын едім дейді. Соған қарағанда соның кейпінде бір періштелер келген болуы мүмкін дейді. Сөйтіп соғысты жеңдік деген кезде келіншек айтып күліп айтады екен, ол негізі Абу Мехжан еді, маған айтты, мен оны босаттым деген кезде кім жылап, жаңағы Саад ибн Аби Уаққас жылап оны өз құзырына шақырады. Құзырына шақырғаннан кейін мен саған жаңағыдай жаза тағайындаған болатын, сол жазадан сені босаттым, енді сен ішсең де сені соқпаймын, жазаламаймын, дүре соқпаймын деген кезде ол кісі айтады, жоқ дейді, бұл Алланың шариғаты, маған сен мені дейді жазаламай Алла Тағаланың күнәмен жіберейін деп тұрсың ба, сен мені жазалайсың дейді, одан барып мен арға енді ішпеймін дейді. Сонымен оны жазалайды, жаңа дүресін соғады, бірақ сол күннен бастап Абу Мехжан ас-Сақафи ешқашан нетпеген екен, аузына ұрттап көрмеген екен. Енді бұл жерде біздің алатын сабақтарымыз қандай? Байқайсыздар ма? Адамның күнәлары оны сауапты істен тоспау керек. Бір адам ішетін шығар. Алдында маған біреу звондайды, мен ұрттап қойып едім, жақында ораза ұсталсам бола ма дейді, ораза ұстасам. Әрине болады. Ол жерде бар, адамның бойында 40 күн жүреді, жаңа ішкен араға 40 күндік намазы қабыл болмайды деген, бірақ ол оның парыздан құтқармайды ғой. Және оның қабыл болып болмауын негізі Алла Тағала шешеді, оның мейірімділігіне қалған нәрсе. Тура сол сияқты кез келген адам қандай да бір қателік істеп жүрген болса, намаз оқымай тұра тұрайын, мен жаман адаммын ғой деген сөз жоқ.
ішкен сахабаның өзі осындай ерлік жасаған, ешқандай бір күнә адамды сауапты істен тоспау керек. Сауапты іс өз алдына бөлек, оны бәріміздің мойнымызға түскен парыз, оны істеуіміз керек. Ал кемшілік барлық адамда бар. Адам кемшілік иесі болғаннан кейін біз сахабидің өзінен бұндай кемшілік туған, бірақ сахабилердің айырмашылығы біздің кемшіліктеріміз. Олар кемшіліктерін әрдайым мойындай білген, оларға сылтау іздемеген. Әлсіздіктен істеп қойған, бірақ ешқашан оларына сылтау іздемеген. Осылай үшін істедім, мынау үшін істедім. Істедім, менікі дұрыс емес, өз-өздеріне жаза. Оларды ешкім ұстап берген жоқ, өз-өздерін ұстап берген кей кезде. Оны тарихтан оқитын болсаңыздар, зинаға түсіп қалғанда сахабилер болған, бұндай жерде айтылмайды негізінде, бірақ оларда өз-өзіне жазасын сұрап болған. Қысқасы пайғамбарлар сахабалардың өмірлерінде де кемшіліктер болған. Ухуд соғысында білеміз. Ухуд соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әміріне бойұсынбай, ол жағалды ғой соғыстан, соған жүгіріп пайғамбарымыздың айтқан әміріне итағатсыздық танытқан сахабалар да болған. Және де мысалға жұма сүресінің түсу себебіне қарайтын болсаңыздар, пайғамбарымыз мешітте құтпа айтып отырған кезде, уағыз айтып тұрған кезде сырттан керуен келеді саудамен. Ал меккеліктер не ғой, саудагерлер ғой. Сөйтіп барлық пайғамбарымыз саса барлық саудаға бірінші алу үшін жүгіріп кеткен кездерде болған. Немесе Айша анамызға кір тағылған кезде, енді жала жабылған кезде, соған сахабилердің ішінде де қосылғандар болған, сол жалаға басында. Қысқасы осы сияқты да кемшіліктер болған, сахабилерде бір адам. Сол үшін Алла тағала бұлардан разы болған, оларды кешірген. Өйткені ең қиын кезде иман еткен, мұсылманшылығымыздың ең бірінші көрінісін алтын ғасырды солар құрғаннан кейін Алла тағала оларға кешірген. Олардың әрине дәрежелері жоғары, бірақ бізде өмірімізде ешқандай сылтау іздемей, кінәліміз ба мойнымызға алып, әрдайым соған жауап беруге дайын болуымыз керек. Оған әрдайым Алла тағаладан кешірім сұрауымыз керек. Және пайғамбарымыздың ең үлкен, сахабалардың ең үлкен сипаты сәмиъна уа атағана, естідік, бойұсындық дейтін болған. Оның кей кезде хикметіне де бармайтын болған. Сол үшін айтады, сахабаларға қарағанда табиғиндар одан кейін келген буын ғой. Ол буынның білімі пайғамбарымыз сахабилерден қарағанда жоғары болған деседі. Неге? Өйткені ол кезде олар тек қана іліммен айналысқан, алып кімдер болса сахабилер естідік, амал еттік, болды. Басқа олардың ең үлкен принциптері сол. Артынан хикметіне жетіп жатса жетті, бірақ хикметіне жетпей жатса да пайғамбарымыз әмір етті, Алла тағала әмір етті, болды, оны мойындаймыз және де бойсынамыз дейтін болған. Бұл сахабилердің ең үлкен нелері, қасиеттері. Алла тағала баршамызға осы қасиеттерді бойымызға сіңіруді нәсіп етсін. Алла тағала баршаңыздан ұстап отырған оразаларымызды қабыл етсін. Енді сіздерді 30 күндік осы сапарымызда, пайғамбарлар мен сахабалардың өмірбаянын оқуымызда сіздерді бірге жолаушы болуға шақырамыз. Алла тағала бәрімізге жеңілдік берсін. Сау болыңыздар.